Израиль өз астанасы Иерусалим дейді. Алайда бұл елдің астанасы деп Тель-Авивті айтып келгенбіз. Бұл қалай? Түсіндірейін. Израиль үкіметі барлық мемлекеттік мекемесін, парламентін, жоғары сотын Иерусалимде орналастырған және оны елдің бөлінбес астанасы деп санайды. Алайда Біріккен Ұлттар ұйымы мен көптеген мемлекет Иерусалимді даулы қала деп есептейді. Өйткені палестиналықтар оны болашақ өзінің құрылатын мемлекетінің астанасы деп санайды. Сондықтан көптеген ел өз елшіліктерін Тель-Авивте ұстап отыр. Алайда бәріміз келісетін шығармыз, қай қаланы астанамыз деп атаймыз десе, мемлекет өзі біледі. Бірақ мұнда бір гәп бар. Үш үлкен дін үшін қасиетті мекен, еврейлер үшін ежелгі ғибадатхананың орны, рухани орталық, христиандар үшін Иса пайғамбардың тарихымен байланысты, мұсылмандар үшін Әл-Ақса мешіті орналасқан Мекке мен Мединеден кейінгі үшінші қасиетті қала. Сондықтан Израиль Иерусалимді өзінің мәңгі және бөлінбес астанасы дейді, ал палестиналықтар Шығыс Иерусалимді өзінің болашақ мемлекетінің астанасы санағысы келеді. Ал халықаралық қауымдастық екі жақты да тыныштандыру үшін бұл қаланы бейтарап даулы аймақ деп қарайды. Оны даулы деудің де маңызды себептері бар. Мысалы, Израиль өзіне төнетін қауіптің кез келгенін жоямыз дейді, ал дипломатиялық серіктесі болған үшін ақш оны қолдайды. Алайда оған Еуропа елдері қарсы. Мысалы, бүгін Португалия Палестина мемлекетін қолдаймыз дейді. Бұған батыс жағалаудағы Фатх келіседі, себебі Израильді мемлекет деп мойындайды. Тек Газа секторындағы Хамас болса, бұл идеямен келіспейді. Олар Израиль сияқты мемлекет жер бетінде болмау керек деп есептейді, ал жердің бәрі Палестинаға тиесілі болу керек. Демек, Израильдің күресіп отырғаны да осы, ақштың қолдап отырғаны да осы. Ал Қазақстанға келсек, біздің ел Біріккен Ұлттар ұйымы бас ассамблеясы мен қауіпсіздік кеңесінде қабылданған қарарларды қолдайды. Осылайша Палестина халқының өзін-өзі анықтау құқығын мойындайды. Алайда Қазақстан Израильге де қарсы емес. Бұл елмен саяси, дипломатиялық және экономикалық байланыстарын үзбеген. Осылайша Израиль Палестина қақтығысы 70 жылдан бері шешілмей келе жатыр. Мұнда тарихи әділдік, діни сенім, ұлттық мүдде, қауіпсіздік, халықаралық саясат бәрі араласып кеткен. Видеодан пайдалы дүние білдім десеңіз, лайк басып арнаға жазылып қойыңыз.